Армысыздар, құрметті көрермендер. Сіздермен бірге Ақиқат жастар қоғамдық бірлестігі пікірталас орталығының YouTube арнасындағы алғашқы жоба «Менің ақиқатым» подкасты. Біз қоғамдағы өзекті мәселелерден туындаған сауалдарымызға жауап іздеп, сіздермен бірге ой өрбітетін боламыз. Жалпы подкастта қонақтардың белгілі бір типтары не болмаса стандарттары жоқ. Университетіміздің түлектері өз салаларының үздік мамандарын қонаққа шақырып бірге ой бөлісетін боламыз. Бүгінгі алғашқы подкастымыздың қонағы Ақиқат жастар қоғамдық бірлестігі пікірталас орталығының аға буыны, университетіміздің түлегі Айымбек Батырғалиұлы. Қош келдіңіз. Сізбен кездескенімізге өте қатты қуаныштымыз. Жалпы біздің подкастты тек қана ақиқаттың мүшелері, жас буындар ғана емес, сонымен қатар универдің толық студенттері, жалпы көрермендер көреді, ашық платформаларға шығады. Сол үшін өзіңізді жалпы қалай таныстырғанды жөн көресіз, қазіргі қызметіңіз қалай өрбіп жатыр деген сияқты өзіңіз жайлы кішігірім айта кетсеңіз. Армысыздар, барлықтарыңызды көргеніме қуаныштымын. Жалпы өзім туралы айтатын болсам, мен Сарымсақов Айымбек Батырғалиұлы, айтып кеткендей, Ақиқат пікірталас орталығының түлегі, осы Батыс Қазақстан университетінің түлегіміз. 2021 жылғы физика-математика мамандығын бітірдім. Қазіргі таңда Жаңақала ауданында ұстаздық қызметтеміз. Өзім туралы осы енді бар. Жақсы, жалпы жаңағы айтып жатыр қой, осы дебат ортасынан түлеп ұштыңыз, осы университетімізден түлеп ұштыңыз. Жалпы студенттік шақтарыңыз туралы кішігірім естеліктеріңіз болса, жалпы қазіргі таңда студенттердің негізгі проблемалары өте көп қой, жаңағы ақшаның жетіспеушілігі, не болмаса білім, не болмаса жұмыс дейтін сияқты таңдаулардың болуы деген сияқты. Сол студенттік шақты қалай тиімді өткізуге, зиянды әрекеттерден тыс болып, қалай пайдалы, тиімді өткізуге болады, қалай жақсы ортаға түсуге болады, осы жайлы не айтасыз? Енді жалпы менің ойымша, адамда кез келген уақытта өзінде таңдау болады. Әркім қай бағыт таңдаса да өз еркінде. Сол үшін ең алғашқы рет универге түскен кезде әр адамның алдында бір жолдар болады. Өзі қалай сіз ары қарай өміріңізді жалғастырасыз деген. Солардың ішіндегі бір ең айқыны, ең бір есте қаларлықтай өтетіні бұл дебатқа қарай бет бұру. Енді көп қой, ештеңеге қатыспасаң да, тұп-тыныш жүрсең де сол универді бітіресің, студенттік кезің олай да өтеді. Немесе сіз айтып отқандай жұмыс істеуге болады, солмен де өткізуге болады. Біз шүкір барлығына да үлгердік, дебатты да ойнадық, жұмысты да істедік, өтірік айтпай-ақ қояйық. Қызға да бардық енді, сөйтіп барлығын студенттік кездің бір ең жақсы шақтарын өткіздік деп ойлаймын. Дебат бұл тек қана студенттік өміріңді жан-жақты етіп көрсетудің құралы сияқты менің ойымша. Неге десеңіз, мен 4 жыл универде оқыған кезде осы Қазақстан Республикасының 15 қаласында болыппын. Ешқандай ешкімнен ақша алмай, өзімнің сол стипендияма, біздің кезімізде 24 мың болды, сол бәріне жететін, өзіміз еще официант болатынбыз, машина жуатынбыз, бірдеңе ақша тауып, сол қалаларға баратынбыз турнирларға. Және сол кезде ешқашан бетімізден қақпай, керісінше белімізді болатын осы университет болатын. Әрқашан бізді қолдау көрсетіп, баруымызға, келуімізге жағдай жасайтын еді. Енді сол үшін де рахмет айтамыз. Соның арқасында қазіргі таңда белгілі бір дәрежеге жетсек, соның барлығы сол өткен жолымыздың арқасында деп ойлаймыз да. Қалыптасқан көзқарасымыз, сол қалыптасқан мінезіміз сол жолдардағы қазіргі таңда бізге өз жемісін беруде. Жаңа өз сөзіңізде айта кеттіңіз, белгілі бір дәрежеге жетіп жатсақ, сол дебаттың жемісі, дебаттың арқасы деп қазір көп жастар, дебатер оқушылар, студенттер жаңағы турнирлерге баруда ата-аналары кейбір уақыттарда қарсы болып жатады, не болмаса сондай түсініспеушілік енді үй жағдайынан болып жатады, туындап жатады. Соның кесірінен мысалы дебатты тастап кететіндер, шығып кететіндер деген сияқты проблемалар өте көп. Жалпы қазіргі таңда студенттер өте бір жан дүниесі әлсіз адамдардың, қоғамдық топтардың қатарына қосылып бара жатыр ғой. Сол үшін сіз қандай дүниені алға тартар едіңіз? Дебаттың тек қана студенттік шақта, студенттік қабырғада басқа қалаларды көруден басқа қандай белгілі бір игіліктерін көре алдыңыз? Өзіңіздің үлкен өміріңізге қандай септігін тигізді? Енді жаңа айтып отырсыз ғой, қазір студенттер кішкене әлсіздеу болып барады. Енді альфа ұрпақ біріншіден, олардың өзі қалыптасуы, ой өрісі барлығы соған келеді. Екіншіден енді игіліктеріне келетін болсақ, ең бірінші айтып кететін нәрсе, менің жолдасымның өзі дебатер. Ең үлкен дебаттан алған плюсім деп айтайын, олжам, трофейім. Енді одан басқа айтатын болсақ, кез келген нәрсені дебат ойнаймыз. Сіз кім болатыныңызды білмейсіз, үкіметсіз ба, оппозициясыз ба, сіздің өз ойыңыз бар, бірақ сол жерде, сол моментте екінші жағында ойлай білу керек. Осы бір нәрсе әрқашан
бір тиынның екі жағы бар сияқты, әрқашан бір ситуацияның екі жағын ойлап жүру менің өмірімде өте үлкен көмегін берді. Кез келген проблема, ол жұмыс болсын, ол жеке басқа байланысты болсын, барлығына келіп тірелген кезде бір адамның өмірінде сондай бір моменттер болады, барлығы бірдей негатив, жан жағынан тек қана минустарды ғана көріп, бір ары қарай жол жоқ сияқты болып көрген кезде осы дебат үйреткен, неужели екінші жағында жақсы емес деген сияқты сұрақ келеді да. Сол сияқты сол нәрсе бізді әрқашан алға жетелейді, әрқашан бізге дұрыс жолды көрсетеді. Оң мен солды қараған кезде әрқашан дұрыс шешім қабылдауға тырысамыз. Осы нәрсе маған өте үлкен көмегін тигізеді. Сонымен қатар мысалға біздер дебат ойнаған кезде ешкімнің сөзін бөлмейміз, басқалардың ойын тыңдай білеміз, әрқашан әркімге құрметпен қараймыз. Осының барлығы менің өмірімде бір белгілі бір мінез құлық қалыптастырды менде осы дебат. Соның арқасында біз өмірімізді жақсарта алдық деп ойлаймын. Сіз қазір ұстаздық қызметтесіз, жалпы білім беру саласында өзіңіз осы университетте білім алдыңыз, кейіннен білуімізше магистратураны басқа университетте жалғастырдыңыз. Жалпы біздің университетті жаңа альма матер деп жатамыз ғой, біздің жаңағы түлеп ұшқан жеріміз, оқып жатырған алтын ордамыз деп. Осы алтын ордамызды қандай ерекшелігі үшін жақсы көрдіңіз? Жалпы қандай артықшылықтары бар деген сияқты сұрақтарға тоқталсақ. Енді Махамбет Өтемісұлы атындағы Батыс Қазақстан университеті бұл қара шаңырақ қой. Бәріміз қайдан шықса, қайда барып, қайда жұмыс істесек те барлығымыздың бір бүйрегіміз осы жаққа бұрып тұрады. Тек қана сапалы білім бұнда, академиялық адалдық өте жақсы сақталады. Мен сонысына қуанам. Қай жерге барсақ та, қайда барсақ та, мен өзім басқа қалада оқыдым. Сол қалаға барған кезде барлығы тек біздің универдің түлектеріне құрметпен қарайды. Сіздер де сондай ғой, сіздер адалдықпен келесіздер, типа сатып алған, ондай ештеңе болмайды сіздерде, сол үшін сіздерді құрметтейміз деген сияқты еді. Маған енді осы универдің тигізген көмегі, мен өзім физика мамандығында оқыдым, бірақ магистратура математикаға түстім. Сол кезде енді математиканы бакалаврда оқымағасын, разница болады, арасында бір келіспейтін сабақтар болады, солардың ақшасын төлеп қайтадан оқуымыз керек магистратурада. Мен түскен универіме барып, жаңағы разницасын есептетейін десем, айырмашылығын мүлдем айырмашылық жоқ. То есть маған керек пәннің барлығын мен физикада оқып жүрсем де, осы универде барлық математиканы да қалыптастырған, информатиканы да оқытқан, біз былайша айтқанда әмбебап болып шықтық та бұл универден. Сонысына мен өте қатты таң қалдым. Менімен бірге барған басқа балдардың барлығы оқу үшін, жаңа магистратураны жалғастыру үшін басқа мамандыққа түскесін, айырмашылықтың ақшасын төлеп, қайтадан оқып, қайтадан жалғастырды. Мен сразу барған бойда магистратураны жалғастырып кетуге мүмкіндік алдым. Универдің өте үлкен пайдасы тиді осы жерде, және басқа қалаларға шыққан кезде де біздер көп шығамыз ғой, былай-былай. Сол кезде көп байқаймыз, басқа универдің адамдары бізге өте үлкен құрметпен қарайды, және біздегі мұғалімдік состав, жаңа педагогтық состав, оқытушылық состав, оқытушылар құрамы өте жақсы жабдықталған. Мен әлі күнге дейін осы универдегі апайлармен араласып тұрамын. Кей кезде түсінбей қалатын сұрақтар болса, бір көмек керек болатын болса, әлі күнге дейін осы универге келіп тұрамыз, сұрап тұрамыз. Оның бірі енді әрине Мерген Қуанышұлы, әрқашан өзі ағалық ақылын айтып жүреді. Одан кейін өзімнің кураторым болған Алмагүл апай, біз постоянно осы универге келген кезде сол кісіге кіріп, өзіміздің басымызда қандай проблема болып жатыр, қалай істеуге болады деген сияқты сұрақтармен сол кісілерді әрқашан ақыл сұрап отырамыз. Қанша бітіріп кетсек те, қанша басқа жаққа кетсек те, ол кісілер әрқашан бізге ақыл айтуға дайын тұрады, көмектесуге дайын тұрады. Сол үшін рахметімізді айтамыз. Жақсы, енді дебат тақырыбына қайта оралсақ, кез келген пікірсайысшы мектеп лигасында жақсы ойнап келген жас пікірсайысшылар болса, олар студенттік лигаға келген кезде басында өте қатты сынатыны сөзсіз. Өйткені студенттік лигада біздер студенттермен емес, жаңағы жасы 30-ға таяған үлкен адамдармен, апаларымызбен жарысамыз. Осы бағытта сізді өсірген жалпы дебат аренасында өзіңіздің ізіңізді қалдыратындай пікірсайысшы еткен турнир есіңізде бар ма? Қандай турнир болды ол? Не айта аласыз бұл жайлы? Жақсы, рахмет сұрағыңызға. Әрине, әрбір дебатердің сол бір оқиғасы болады ғой, бір сынатын переломный момент деп айтамыз ғой. Ондайлар өте көп болды бізде. Өйткені біз бастаған кезде сіздердегідей жастар финалы деген болған жоқ. Біздер бірінші курстан енді көзімізді ашып дебатты үйренгенде сразу сол жаңа сіз айтқан 30-дағы адамдарға қарсы ойнадық. Енді біраз турнирлар болды, бірақ ең есімде қалғаны жаңағы былайша айтқанда дебатты қоям болдым деп жүрген кезде бізді алып шыққан, бізді сүйреген, бұл шатыспасам филфактың
8 наурызға арнап ұйымдастыратын турнир еді. Факультеттің турнирі, облыстық бірақ. Ол турнирдің менің де есімде қалғаны Мейрамгүл, Назерке деген филфактың қыздары болды. Сол екі қыз, Темірлан екеуміз, Темірлан деген менің досым, әрқашан қасымда жүреді, екеуміз бірге бастадық, бірге ойнаймыз, әлі күнге дейін бірге ойнап жүрік. Сол екеуміз уже дебатты қоямыз, болдық, ұтыла береміз, енді уже орын ала алмай жүрік, бірінші курс, бір-екі турнирдан алдық, бірақ уже ары қарай болмай жатыр, үйлеспей жатыр. Сол кезде осы жаңа Мейрамгүл мен Назерке екеуі келіп, осы турнирға бірге қатысайық. Ол турнирдің еще ерекшелігі бір қыз бен бір бала қатысу керек. Сол кезде сол екеуі келіп бізді қатыстырып, кәдімгідей біраз сүйрет, екеуміз деген ерініп бармай қаламыз, біресе қашамыз, былай сабақ дейміз, анау дейміз. Бірақ сол екеуі артымыздан қалмай жүріп, осы дебатқа әкеліп, қайтадан сол турнир бір ерекше есте қалды. Өйткені мен ЛД-ға шықтым, ЛД финалға, бірінші ЛД финал, мен мүлдем ЛД ойнап білмейтін едім, сол бірінші турнирім ЛД-ға шыққан. Одан кейін уже қызығушылығым басталды. Біз орын алған жоқпыз, бірақ жаңағыдай жақсы өнер көрсетіп, сол турнирда біраз жерге дейін бардық. Менің ЛД-да ойнауым, ол ЛД-да еще ақиқаттың аңызы, Арнұрға қарсы ойнауым өте үлкен әсер етті. Онда да жеңіліп қалдым, бірақ маңыздысы ол емес. Главный, сол турнир мен үшін бір серпін берген турнир болды да. Одан кейін мен қанша рет ЛД-ға шықтым, қанша рет былай финалда ойнадым, соның барлығы сол турнирдан басталды деп ойлаймын. Сол жалпы өсіретін турнирге дейін дебатерлардың дебатта қалуы үшін жас дебатерларға қандай кеңес беретін едіңіз? Жалпы бірінші бастағаннан әптегеннен енді бірден ЛД-ға немесе брейк жасап плей-оффқа шығып кетпейді ғой. Осыған байланысты көптеген шыдамды қажет етеді. Жастар финалына шығу үшін де көптеген конкуренция болады. Олардың барлығына бірден шығу жалпы мүмкін емес дүние. Сол үшін көптеген дебатерлар сынып дебатмен кемесеп кетіп жатады. Негізінде ол тәжірибе арқылы келетін дүние ғой. Осыған байланысты не айта аласыз? Жалпы жас дебатерларға, біздің ақиқаттық жас буындарға. Енді менің ойымша, әр адам өз өмірін кино деп алса, басты кейіпкер ғой. Сол үшін қаншалықты жаңағы саған қарсы болып жатқан нәрселер күшті болған сайын, сенің де финалың сондай жарқын болатынына сену керек та. Соңында мен осылай аяқтай алам деген сияқты бір түсінік болу керек деп ойлаймын. Соған жету үшін әрқашан жұмыстана беру керек. Неге десең, көп болады. Біз білеміз ғой, енді кейбір кезде былайда ұтылып қалып жатасың, ұтылып кәдімгі 4 турнир, 5 турнир қатарынан іріктеуден шықпай, солай сынып жүретін уақыттарың болады. Бірақ соңында мен сол жетістікке жетем деген бір мақсат қойсаң, оған жетпей қоймау керек та. Бір мақсат деген нәрсе, бірінші армандайсың, сосын соған қарай мақсат қоясың, сосын соған жүру керексің да алға қарай. Ақерке Шайқының айтатын әңгімесі, тоже ақиқаттың аңызы, Шайқы Ақеркенің айтатын сөзі бар еді, бүгін жүруге ерінсең, ертең жүгіруге тура келеді деген. Тап сол сияқты ол, кішкентай болса да бір шақтармен алға қарай жылжу керек деп ойлаймын. Қазір енді дебатерларға әлдеқайда оңайырақ қой біздің кезімізге қарағанда. Біз, наверное, соңғы ұрпақ шығармыз, ChatGPT-мен дайындалмай турнирларға қатысқан. Біздер кәдімгідей кітапханаға барып, кітаптарды қопарып, сөйтіп дайындалатынбыз. Енді сөйтіп дайындалып барған турнирінен ұтылып қалғанға қарағанда, қазіргі балалардың ұтылып жатқаны мен ойымша әлдеқайда жеңілірек. Сіздерде жетістікке жетуге деген мүмкіндіктер көбірек деп ойлаймын. Өйткені турнирларда көп бұрынғыдай емес. Қазір тіпті турнирларда миллиондап ақша тігеді. Ол да бір үлкен мотивация деп ойлаймын адамдарға. Қазіргі әлемде ақша деген тоже бір мотивацияның бір түрі деп ойлаймын. Соған жету үшін тырысу керек деп ойлаймын. Біздің кезімізде Ақжайық деген бір журнал беретін. Кітап та емес қой, журнал. Сол журналды оқып қайтатын едік үйге. Сол енді барынша еңбектеніп, сол бір кішкен гештальт қой, короче, жабылмай қалған. Соған жету үшін әрқашан тырыса беруің керек та. Менің ойымша сол өзінің ішкі күшің болу керек, соған қарсы тұра алатын және алға сені сүйрей алатын. Жалпы біз айтып жатырмыз ғой, барлығымыздың кездесетін жеріміз бұл ақиқат. Пікірсайыс орталығы, бұл жерде жалпы ұрпақтар сабақтастығы өте жақсы сақталған, аға буындарымызбен болсын, жас буындарымызбен болсын, жақсы сыйласып араласып тұрамыз. Және де республикалық деңгейге шыққан кезде басқа клубтарды көресің, басқа клубтардың жаңағы өз ішіндегі дәстүрлері болатын. Сіздердің кездеріңізде ақиқатта қандай дәстүрлер болды, не болмаса сіздің есіңізде қалған ақиқатпен бірге болған ең жылы естеліктерді айта кетсеңіз, және ақиқат сіз үшін не үшін басқа клубтардан ерекшеленеді, несімен? Ақиқат деген ол бір біз үшін ыстық ұя ғой. Ақиқат туралы ойлағанда әрқашан бір жүрегіміз жылып қоя береді.
қайда жүрсек те осы ақиқатты мақтап жүреміз. Өйткені жаңа сіз айтып отқандай ақиқатта ұрпақтар сабақтастығы деген өте жақсы дамыған. Тіпті кейбір қалаларға барған кезде, мысалы Атырауға, Ақтауға, сол жақтағы ақиқаттық түлектердің үйіне барып қонып, кәдімгідей ас жеп, соларда қонақ болып сөйтіп қайтамыз. Оның өзі былай қарағанда біздер группалас емеспіз, класстас емеспіз, бірге өскен жоқпыз. Бірақ сол бір кішкене бәрімізді қосқан ақиқат болғасын, бір-бірімізге деген сыйластық сондай да. Қай жерге барсақ та бір-бірімізді қолдап сөйтіп жүреміз. Енді ақиқатпен ең ерекше есімде қалғаны, білмеймін, бір жылы естелік деп те айтуға болады, бір жағынан енді басқаша да ойлауға болады. Бірақ ең үлкен есімде қалған ең бірінші координатор болдым. Координатор болғаннан кейін ең бірінші рет турнирға бардық. Қостанай қаласына 5-6 адам ба, 7 адам ба солай болып бардық. Ең алғашқы турнирім, ең алғашқы рет координатор ретінде апарып тұрған турнирім. Бардық, түнгі сағат 11:30-да түседі пойыздан. Квартира барлығын тауып қойдық, барып орналастық. Сосын бір баланы алдым да, енді тамақ ішейік деген сияқты ғой, тамақ алып келейік, дүкенге барып деп шығып кеткенбіз. Шыққанымызға бір 10 минут болған жоқ, артымыздан звондап тұр ғой, жаңа іште қалған қыздар балдар. Біздерге милиция келіп тұр, есік аш деп жатыр. Біз есік сыртынан кілттеп кетіп қалдық уже. Біз сенбейміз оған. Қайсы глазоктан көрсет деп видеозвонокпен звондап болған. Ол шатыспасам 2018 жылдар. Ол кезде қатты бір андай интернет қатты бір скороспен емес, андай глазоктан бүйтіп көрсете салатындай. Біраз кәдімгі сенбей тұрдық. Еще қыстың уақыты январдың 27-сі ме екен, қаңтардың 27-сі ме сондай. Сосын болмағасын қайттан бардық ішке. Барсақ шынымен де 2 милиция келіп тұр. Кірген бойда тек шулап жатыр деп көршілері жалобы түсірген. Соған келіп тұр. Сосын кірдік, есікті аштық. Бізге жалобы түссе, біз сендерге штраф толтыруымыз керек дейді. Біраз енді былай сөйлесіп көрдік, штрафпен. Біз жаңа келіп жатырмыз, біз де студентпіз. Билетті көрсетіп жатырмық, міне ағай біз жаңа келіп жатырмық. Жоқ, ана кісілер түсінбейді. Ақыры біреуге толтыратын болды. Кімге толтырады деген кезде. Қыздарды сразу алып тастадық. Қыздарға толтыруға болмайды. Бір жігіт 18-ге толмаған. Біреуі юрфакта оқиды, оған вообще ондай штрафтар болмайды. Біреуі жас буын. Итоге методом исключения, ең соңғы мен қалдым. Сосын маған толтырды. Енді ең бірінші өмірімде алған штрафым осы болды. Ең алғашқы рет осындай бірінші турнирім, бірақ сондай бір естеліктермен қалды. Ол историяның жалғасы бар. Олар жалобы жазғаннан кейін еще сенен түсініктеме алады екен. Неге шулады деген сияқты. Олар типа диктовать етіп тұр, мен жазып тұрмын қолмен. Мен осындай сағат 11-ден кейін осындай квартирада, осындай адресте жалғыз өзім үйде шуладым. Көршілерімізге кедергі жасағаным үшін кешірім сұраймын. Жалғыз өзім дегенде үлкен әріппен. Мен тұрмын, түсінбеймін. Олардың өздеріне айтқаны, мен просто жазып тұрмын. Айтамын, сіздер точно мен психологический бірдеңе алып кетпейсіздер ма, мынау деген явно заявление ғой, сен жалғыз өзіңді ал деп шулайсың деген сияқты. Сөйтіп әйтеуір күліп бірдеңе етіп, милициялар да енді біздің жағдайымызды түсініп тұр, бірақ олардың да жұмысы ешқандай реніш жоқ. Әйтеуір бәріміз сол жерде бір сондай бір жағдай болған. Сол кезден бастап енді көп жағдайлар болды ғой. Біз өткізетін турнирлар болды. Мен 8-ші корпусқа қонған уақытым болған. Іште турнир ұйымдастыратын кезде бәріміз жатып, осында қонып, басында жатып істеп, үлгерте алмай сөйтіп істеген кездеріміз болған. Енді айта берсек көп ақиқат туралы айтқан кезде постоянно осылай күліп, әрқашан енді аға буындар өте үлкен ықпал етеді ғой. Негізінде бізді дебатқа келген Қанабіл мырза бар, Абатов қазір Лондонда оқып жатыр. Тауас Ернар мырза бар, Динара Өскен бар, Нұрсұлтан бар, қазір Астана қаласында жүрген. Енді айта берсек көп, барлығы біздің аға буындар осы кісілер алып келді бізді, қалай жүру керектігін үйретті. Енді жаңа сіз айтып жатсыз ғой, қандай дәстүр болатын еді деп. Бізде әрбір неден кейін, осылай жиыннан кейін, дебат түсіндіріп ойнап болғаннан кейін міндетті түрде мафия ойнайтын едік. Мафия ойнау үшін енді универдің уақыты жабылады, бізде универді шығарып жібереді. Мына жанында ВОК деген асхана болатын. Или ол болмаса әр жанында Рахат дейтін асхана болатын. Екеуі де 24 сағат. Көбіне Рахатқа баратын едік енді. Барып, отырып, шай алып, кішкене жылынып, әңгіме айтып, сосын артынан міндетті түрде мафия ойнап, сөйтіп тарайтын едік. Сол қазіргі ақиқат туралы ойымда қалған естеліктер.
жалпы ақиқаттық аға буындардың көбісі қай жерге барсақ та өзінің қамқорлығын көрсетіп жүреді. Мысалы сіздерге жаңа қалаға қонаққа барғанда өздеріңіз қарсы алдыңыздар, дәл сол сияқты. Тіпті 4-ші курс болса да, өзіңізден 1-2 жас үлкен болса да, жаңа кафелерде счетты өзі жауып дейтін сияқты ағалық дүниелерін өте қатты көрсетеді. Осы ақиқаттың ортасы не үшін олай деп ойлайсыз? Не үшін тек қана осы ақиқаттың ортасында бір-біріне дейтін сондай жылы сыйластық қалыптасты? Бұл дебаттың әсері ме, әлде жалпы адамдарға байланысты ма? Менің ойымша, енді бәрімізді қосқан дебат қой, бірақ басқа жақтарға шыққан кезде, басқа бір жерлерге барған кезде ерекше жақындатады адамдарды. Және осы студент болған кезде барлығымызға бір нәрсе жетпейтін сияқты да. Ол әрине енді үйімізден шықтық, студент болдық, бір түрлі үйдің ыстығы, үйдің бір атмосферасы болады ғой, сол жетпей тұрған сияқты да. Бәріміз келіп дебатта қосылып, ақиқатта ойын ойнап бастаған кезде осы жетпей тұрған сезімдерді толықтырғандай болды да ақиқат. Менің ойымша сол үшін де біз ақиқатта жүрген кез келген қызды немесе баланы как өзіміздің ініміз, қарындасымыз сияқты көреміз, әрқашан қолдауға, әрқашан көмектесуге дайын тұрамыз деп ойлаймын. Сол үшін сияқты меніңше жаңағы ақиқат ол ең бірінші бізге дебат үйретпей, керісінше ең бірінші бізді осы жетпей тұрған сезімдерімізді толтырған сияқты да. Сол үшін де біз әрқашан ақиқатқа басымызды иеміз, кете алмаймыз да, жан-жағында жүреміз постоянно. Бір кез келген көмек керек болса, ақиқатқа осындай керек болып отырса, барлығымыз келуге тырысамыз. Тіпті басқа қаладан да келіп жатады адамдар. Енді бүгін де мен жаңғаладан келіп отырмын осы подкаст үшін. Сол сияқты ғой, барлығымыз осылай әрқашан ұйымшылдықпен жиналып жүреміз. Және сізге бір қиын сұрақ қойғым келіп тұр. Ақиқаттың тарихында сізге дейінгі поколение бар, және сізден кейінгі поколение бар. Сол сізге дейінгі адамдардың ішінен топ 3 пікірсайысшысы, және сізден кейінгі поколенияның ішіндегі топ 3 пікірсайысшыны атай аласыз ба? Көрейік енді. Бізге дейінгі поколение дегенде қазір енді Инстаграм бар, Ютуб бар, біз барлығын көріп отырамыз, кім қайда жүрген. Бізге дейінгі поколениеде ондай көп болмаған. Біздер тек жаңа айтуымен солай еститін едік. Енді ең алғаш өзім аға буыным Мақсұтов Арнұрды айта аламын. Осы ақиқаттың басқа облыстарда танымал болуына өте үлкен ықпал еткен. Ең алғашқы рет көшпенділер көкжиегі деген халықаралық турнирда үздік спикер алған сондай бір өте үлкен ағамыз бар. Сол кісіні айта аламын. Екінші Шайқа Ақеркені айта аламын. Соңғы поколение, менің алдымдағы поколениеде өте үлкен жұмыстар жасалды. Кез келген турнирдің басқасында өзі жүріп, әрқашан осылай қолдау көрсетіп отыратын. Және үшінші енді Ернар Абзаловты айта аламын. Ол кісі енді маған жеке өзіме өте көп көмегін тигізді. Өйткені бірінші курсымда ең алғашқы турнирім Атырауда болған. Сол кезде өзі шығып, мен ұтылып қалдым, іріктеуден шықпай қалдым даже. Бізде жастар финал деген жоқ, сразу 3 ойын ойнатты қайт. Сол кезде өзі қолдау көрсетіп, ақиқаттық інім деп ең андай бір серпін беріп, өзінің ұтқан жүлдесін маған ұстатып, жаңағыдай сондай бір серпін беріп көмектескен. Және ол кісіні барлығы мойындайды деп ойлаймын, өйткені Атырауда үлкен бір проект бар, Фантайм деген. Сонда мүлдем жеңілмеген. Элдо ойнайды, әрқашан олар халықтың алдындағы, жаңағы халықтың қалаулылары бір-бірімен элдо ойнап отырады. Мүлдем жеңілмеген жалғыз пікірсайысшы сол кісі. Сол үшін мен Ернар Абзаловты қоямын. Енді менен кейінгілерді ойласақ, ең бірінші еске түсетін енді әрине Зарина. Бозова Зарина қазіргі таңда өте үлкен жетістіктерге жетіп жүрген. Содан кейін кімді айтсақ болады? Мен айтсам. Енді Ақбота сен айтсақ болады. Осы енді қазіргі таңда нені істеп жүрген? Гүлмаржанды айтсақ болады енді қазіргі поколениеде енді менен кейін сіздер ғой жүрген. Енді жас буындарда оларды көп танымаймын. Сіздерді жақсы танимын. Сол енді кешегі областной турнирда, Рухтың областной турнирында тоже үздік спикер алған қыз бар, Наскен. Наскен. Онда атын что-то есіме түспеді. Енді көп қой қазір турнирда көп, жастарда көп, мүмкіндікте көп деген сияқты. Дебат болған соң кез келген жарыста жеңілістер болады, жеңілістен кейін сыну деген нәрселер болады. Мысалы, кейбір кезде өте көп уақыт, мысалы 10 жыл дебат ойнап келе жатқан адам бір 2 жыл ойнаған тәжірибесі бар дебатерден жеңіліп қалуы мүмкін, өз жас буыныңыздан жеңіліп қалуыңыз мүмкін, не болмаса кез келген танымайтын адамнан жеңіліп қалсаң да ол өзіңе неприятно болады да, жағымсыз әсер қалдырады. Осындай жеңілісті көтере алу үшін көбірек не жасау қажет? Етіңді жеңіліске үйретіп, кейін жеңіске жететіндей. Енді етіңді жеңіліске үйрете берсең де жақсы емес қой негізі. Басыла берсең, енді ол да жақсы емес. Әрбір жеңіліс ол сен үшін сабақ болу керек деп ойлаймын. Не үшін жеңілдім, қалай жеңілдім деген сұрақ. Ол ана төрешілермен барып айқай шығарып ұрысу емес. Ол жағынан айтып жатқан жоқпын. Жай сен өзің ішінен сұрақ қою керексің, маған не жетпейді?
тағы да мүмкін сіздің ораторствоңыз жетпейтін шығар, мүмкін сіз сендіре алмай жатқан шығарсыз, мүмкін сізде факты жетпей жатқан шығар, дәлелдік жаңағы ары қарай ойлану деген сияқты. Бізде қалай көптеген дебатерлар қазіргі байқаймын соңғы турнирларға келген кезде тек чат GPT-ға жазады да, соның тек айтқанымен болды, басқа ештеңе жоқ та, ар жағын ойламайды да. Мен ойлаймын, ол чат GPT типа бірінші линияға ол саған тек просто бір бағыт береді да, ары қарай тереңдетіп, өзің дәлелдеп, өзің түсіндіру керексің деп ойлаймын да. Сондай бір өз-өзіңді жетілдіре беру керексің деп ойлаймын. И жаңа айтқанымдай, соңында бір жақсы бір финал болатынына сену керексің. Қанша жерден ұтылсаң да, мен ойлаймын, мүмкін емес сенің бір жарқырамауың. Мен енді жарқ етемін, ант етемін деген сөздер бар, сол сияқты бір соңында бір жарқ етпей кетуің мүмкін емес деп ойлаймын. Сол үшін сол күнге дейін әрқашан талпына беру керек. Мен түсінемін, типа ұтылатын кездерің болады. Қазіргі таңда әсіресе типа белгілі бір турнирларды ұтқаннан кейін, белгілі бір дәрежеге жеткеннен енді ұтылу өте қиын болады. Бірақ ендігі менің мақсатым кез келген турнирға барған кезде или кез келген бір жерде жүрген кезде бұл бір турнирді ұту емес. Мен жай өзім үшін ойнаймын. Үйренгісі келетін адам қарап үйренсін деген мақсатта. А так енді мен уже әйелім бар, балам бар, жұмысым бар уже. Мен енді дебаттан уже алшақтауыма болады, бірақ әрқашан дебатқа келген кезде бір сағынышымызды басу үшін, бір өзіміз үшін ғана ойнап кету үшін келеміз. Так что маған бір ұтылғаным бір өте үлкен бір резонанс емес. Өзім іштей жақсы, жарайды, ұтылдым. Значит, бізден кейінгілі бір сөз бар ғой, қашан қоясыз деген кезде жастар айтады деген. Сол сияқты найзағай макуин. Қашан нені аяқтайсыз деген кезде, спортта қоясыз деген кезде жастар айтады деген. Сол сияқты енді қазір біздер ұтып жүрсек, значит жастар дайын емес, әлі бізді ұтуға. Когда бізді жастар ұта бастайды, бізде дебатты қоямыз деп ойлаймын. Жалпы дебатердің бойына көбірек керек қасиет қандай сіздің ойыңызша? Жаңа айтып жатыр ғой, жеңілістер болады, не болмаса шарықтау шегіне жетеміз. Сол уақытта қандай мінез тұрақты түрде керек болады? Сабыр ғой. Ең бастысы сабыр деп ойлаймын. Ұтылсаң да, жеңсең де сабыр керек. Көп адамдарды көрдік, жеңіліп жатқан кезде барлығы сабыр сақтап отырады, жеңіліп жүріп барлығы дайын. Жеңген кезде бітті, адам танымай кеткен кездерді де көрдік та. Сол үшін мен жеңсең де, жеңілсең де сабыр деп ойлаймын. Өйткені ниет бізден, жеңіс Алладан. Оған ешкімнің енді күмәні жоқ. Біз ниет етеміз, жұмыстанамыз, ары қарай қалай болатыны ол тек бір Аллаға мәлім нәрсе. Сондықтан мен ойлаймын, не істесең де, қандай результат көрсең де тек сабыр сақтап, содан сабақ алып, ары қарай жалғастыра беру керек деп ойлаймын. Ол тек дебатта емес, өмірде де солай деп ойлаймын. Қай жерде жүрсеңіз де, қандай жағдай болса да, ол сіз үшін берілген сабақ, мүмкіндік деп қарастыру керек. Жалпы тиммейт мәселесі бойынша өзіңізге жалпы Темірлан Мырзадан басқа ақиқат тарихында не болмаса басқа да клубтардың ішінде жақсы тандем бола алған қандай спикерлер бар? Енді мен бір турнирдан кейін келесі турнирға басқа адаммен ойнауға тырысам. Өзім әуелден бір қалып кеткен әдетім. Көптеген адамдармен араласып, барлығын бір жақсы жағын алуға тырысамыз. Енді Темірланнан басқа Жалмұқан Ерсұлтан ең алғаш бастаған кезде бірге жүрген Нұрлан Арман бар. Екеуміз біраз турнирларға бардық. Ең бастапқы бірінші шыққан республиканский турнирында көмектескен Динара Өскен бар. Бана айтқан областный турнирларда көмектескен Мейрамгүл мен Назерке бар. Сосын мен ең алғаш координатор болған жылы филфактың қыздарымен өте көп ойнадым. 10 қызбен ойнаған болармын. Бізде каждый факультет өзінің турнирі бар ғой. Каждыйына басқа адамдармен ауыстырып, ол кезде бір тәжірибе алмасу, басқаларға үйрету. Олар енді жас буын, менің жаңа жас буындарым болғасын, бір-бірлеп алып шығып, көріп, барлығын қарап, жаңа турнирда бір білетін нәрсемізбен бөлісуге тырыстық. Енді есейе келе жаңа бір, қалай айтайын, дебатер ретінде жаңа бір сатыға көтерілген уақытым ол Нұрсұлтанмен ойнаған. Нұрсұлтанды ақиқаттар мечник деген атпен таниды. Өте үлкен қолдауын көрсетті. Екеуміз біраз турнирларға бірге бардық, орында алдық, бірінші ұттық та, орында алдық, ұтылдық та, біраз жерге барды, өзі үйретіп, жетістікке жетуіме бір саты болған кісі деп сол кісіні айта аламын. Енді одан кейін Арнұрмен көп ойнадым, мен Мақсұт Арнұрмен. Ол кісі енді мен бірінші курсқа келген кезде олар бітіріп кеткен. Бірақ осы ақиқаттың арқасында біздер жақсы араласып кеттік. Көптеген турнирларда қасына қалып, ақыл беріп, бағыт беріп жүрген аға буындарым. Кеңес құрауда не болмаса дебатта белгілі бір карьералық жетістікке жету үшін жаңа бастап жатырған жас буындарға қандай лайфхак не болмаса кеңес бере аласыз? Стандартын сұрақ.
Енді менің ойымша кез келген нәрсені көріп ойыңа тоқып жүру керек деп ойлаймын. Бірде болмаса бірде көмектеседі. Әр адамда енді жаңа білім багажы болады ғой. Сол багажыңда көптеген нәрсе болса жетістікке жетесің деп ойлаймын. Ол кішкентай нәрсе болуы мүмкін, ол үлкен нәрсе болуы мүмкін, бүкіл әлемге белгілі нәрсе болуы мүмкін. Бірақ сен соны дер кезінде жақсы қолдана алсаң, ол сен үшін ұтымды болады деп ойлаймын. Сол былай ғой, жаңағы дайындық бойынша кез келген адам оқып бір линиямен ойнап беретін адамдар көп та. Сол линияның жан-жақтағы тармақтарын көрсету ол әр дебатердің өзінің бір шеберлігі да. Соны көрсету үшін саған көбірек білу керек. Көптеген қалай айтайын, білген нәрсеңді көңіліңе тоқып, соны дер кезінде қолдана білу керексің да. Анау бір сөз бар ғой, дер кезінде айтылған бір сөз адамның өмірінің тағдырын шешуі мүмкін да. Сол үшін кез келген сол моментте айтылуға болатын сөздердің барлығы ол саған дейін сенің бұрынғы өмірінде кездескен сөздер да. Соның барлығын ойлап, ойыңа тоқып жүрсең, күндердің бір күнінде ол саған көмегін береді деп ойлаймын. Дебатер ретінде біздер әрқашан сыни ойлап, әр нәрсені сол нәрсені барынша өзіміздің пайдамызға асыруға тырысуымыз керек деп ойлаймын. Жалпы дебат аренасынан былайырақ шықсақ, өмірлік құндылықтарға байланысты сұрақ қойғым келеді. Жалпы біздің студенттік өмір жайлы айттық. Енді студенттік өмірден ересек кезеңге өткен кезде бәрібір айырмашылықтар болады ғой. Сол өмірлік құндылықтар негізінде сіз үшін басты ұғым не болды? Құндылық ретінде қарастыратын және студенттерге қазір көбірек неге мән берсе деп ойлайсыз? Менің ойымша сыйластық. Ең үлкен адам өмірінде құндылық. Егер адамдар бір-бірін сыйлап өмір сүре алса, онда өмірде барлығы жақсы болады деп ойлаймын. Бізде қалай қазіргі ұрпақ болсын, енді альфа ұрпақ деп айтамыз ғой. Олардың өміріндегі ең үлкен нәрсе жаңағы бірінші орынға өзін қояды, эгосы жоғары, мен біріншімін, мен былай істеуім керек деген сияқты. Сол нәрсе адамды өзінде құртады және айналасындағыларды құртады деп ойлаймын. Ең бірінші сен басқаларды сыйлай алсаң, онда басқалар да сені сыйлай алады. Сөйтіп әрқашан бір өмірде баланс табуға болады, сол арқылы жақсырақ өмір сүруге болады. Ол өміріңнің қай кезде болса да көмектеседі, қай жерде жүрсең де көмектеседі деп ойлаймын. Қазір енді мен өзім ұстаздық жолдамын ғой. Мектепте де жаңағы оқушы сенен кіші, жаңағы көптеген жағдай болады ғой. Мысалы түсіндіріп жатсаң, ол түсінбей жатыр. Қанша жерден түсінбесе де, оны тұлға ретінде сыйласаң, онда сен қандай да бір дәрежең болады да, олар сені де сыйлап тұрады да. Ол көрінеді кәдімгідей. Мысалға мен математикадан сабақ беремін, мен түсінемін барлығы бірдей математик бола алмайтынын. Көптеген адамдардың ойы ғой, тригонометрия, косинусың мен синусыңыз маған қандай пайдасы бар өмірде деген сияқты. Но мен сыйлаймын, ондай ойлар болуы мүмкін, ол сіздің ойыңыз, на самом деле ол басқаша ғой деген сияқты деп түсіндіруге болады да. Сол сияқты барлық жерде, қай жерде жүрсеңіз де сіз сыйластық таныта алсаңыз басқаларға, онда өміріңіз өте жақсы болады деп ойлаймын. Нормально. 40 минут, 45 минут шығар. Нормально. Онда біздер жалпы қорытындылау сұрақтарын әзірлесек, себебі уақыт шектеулігіне байланысты өзіміз айтып кеткен барлық мәселелерді қозғадық. Пікірсайыс туралы, жалпы өмірлік қағидаттар туралы, университет туралы, өзіңіздің негізгі дебаттан және де жалпы университет өмірінен студент ретінде түйген үш дүниеңіз басты және қазіргі таңда көмек тиіп жатырған дүниелерді айтсаңыз, қазіргі таңда студенттердің не үшін тек қана жаңағы бізде көп түрлі бағыттар бар ғой, қазір өнерді таңдайтындар бар, не болмаса тағы да басқа таңдаулар бар, әркім өзінің икеміне байланысты, бірақ не үшін тек қана именно дебатты таңдау керек? Студент ретінде дебатты таңдаған студент ретінде қандай жетістіктерге жете алдыңыз, қандай дүниені түйдіңіз? Осы үш дүниені айтсаңыз, сонымен аяқтасақ. Енді ең бірінші бұл орта. Мен үшін түйгенім де, жаңағы алғаным да осы дебаттан ол ең жақсы орта деп ойлаймын. Айналамдағы достарым да осы дебаттан келген достар болды айналғанда. Бір өте үлкен бір мақтанып көрсете алатындай ортам осы дебаттың арқасында пайда болды. Өйткені біздер барлығымыз бір-бірімізді танимыз, бір-біріміздің ойымызды қалай ойлайтынын, қалай ойнай алатынын барлығын түсінеміз, соның арқасында бір-бірімізбен жақсы байланыс орнаттық деп ойлаймын. Екіншісі, енді жаңа жетістікке деген бір құлшыныс, талпыныс, соны алдық осы дебаттан. Оны қалай түсіндірсем болады? Енді қалай айтайын, студент кезінде ол бір өзіңді мойындатуды, өзіңді көрсетудің бір құралы сияқты болып көрінді.
бір жерге барсақ, орнасақ, ойын ойнап жақсы нәтиже көрсетсек, ол біз үшін бір жақсы бір нәрсе болды. Енді қазіргі кезде бізге ол уже маңызды емес, бірақ мен енді жас семья болғасын, кейде бір ақша керек болады, сондай моменттерде біз келеміз, турнирда ойнаймыз, там үшінші орын, екінші орын бізге жарайды, ол ақшасын алып қайтамыз деген сияқты. Жақсы да, ол да бір құлшыныс, короче, шешуге болады, дебат шеше алатын проблема. Үшіншісі енді отбасы шығар, скорее всего. Өйткені дебаттан тапқан ең жақсы. Дебаттан тапқан ең үлкен нәрсем бұл. Жолдасым да дебатер, мен де дебатер, біздің типа қатты бір ұрыса алмаймыз да үйде. Дебаттың берген несі ғой. Бізге бір мінез, давайте отбасы емес, мінез құлық деп алайық. Өйткені отбасында да барлық жерде де осы дебаттан алған мінез құлқымыз, кез келген адамды сыйлау керек, сыйлаған адам тыңдау керек деген сұрақтар бар ғой, сол нәрселердің барлығы бізге көмектеседі. Сыйлаймыз, тыңдаймыз әрқашан, соған қарай жауап бере аламыз. Енді сол үшін де ақиқатқа, дебатқа, енді оның барлығына мүмкіндік жасаған Батыс Қазақстан университетіне алғысымызды айтамыз. Мен үшін менің өмірімдегі ең бір жарқын сәттердің бірі осы дебатта өтті деп ойлаймын. Жетістікке жетсек те, жеңілсек те, осы жерде жүрдік барлығымыз. Осы шаңырақтан, осы қара шаңырақтан барлығымыз түлеп ұштық. Қазіргі таңда белгілі бір дәрежеге жеткен, тұлға болып қалыптасқан адам ретінде көреміз өзімізді. Басқа түлектермен де мақтанамыз, әрқашан мақтан етіп айтып жүреміз. Біздің түлектер барлық жерде бар, өздеріңіз білесіз, министерстводан бастап кез келген мектептің директоры, кез келген басқармада лауазымды қызметтер атқарады. Соның барлығына жағдай жасаған осы дебат, ақиқат Батыс Қазақстан университеті деп ойлаймын. Сол үшін өте үлкен алғысымызды білдіреміз. Ол тіпті егер де жетістікке жетпесе де, дәреже алмаса да, оның бір өмірінде қалыптасқан мінез құлықтары ол үшін өте үлкен пайда деп ойлаймын. Өйткені дебат, ақиқат әрқашан адамдарды бауырмалдыққа, жақсылыққа, әділдікке үйретеді. Өте үлкен осы әділ болу деген ақиқаттың бір кредосы ғой. Біздер постоянно осы нәрсені алға қойып отырамыз, постоянно біздер әділ болуымыз керек. Ешқашан ешкімнің ала жүгін аттамаңдар. Кез келген турнирда отырғанда ол сенің алдында отырған сенің шешімің тек қана ұпайға емес, сонымен қатар ол осы турнирдің тағдырына әсер етеді. Сол үшін ешқашан да бір артық қимыл, артық ойламаңдар, әрқашан әділ болыңдар деп үйретеді. Осының барлығы бізді жақсы адам, жақсы тұлға ретінде, жаңағы сенде бір кірпіш дүниеге тетігін тапта барғалан дейді ғой. Сол сияқты сол бір өмірге келгендегі мақсатымызға жету үшін белгілі бір саты болды деп ойлаймын да дебат. Сол үшін біз оған өте үлкен алғысымызды білдіреміз. Жалпы біздің подкастымыз соңына жақындады. Сізге арнайы Жаңақала ауданынан біздің университетімізге келіп, осылай қонақ болып, бір ауыз сөзімізді жерге тастамағаныңызға үлкен алғысымызды білдіргіміз келеді. Біз айтамыз, ақиқаттықтар ретінде біз ең бақытты жас буынбыз деп айта аламыз. Себебі сіздер сияқты ағаларымыз бар, сіздің алдыңызда бірнеше пікірсайысшылардың ізін көрдік. Сол үшін келгеніңізге рахмет. Ағасы бардың жайлаудағы жағасы бар дейді ғой. Сондай дүниені бізге әлі күнге дейін дәлелдеп келе жатырған аға буын ретінде ең бірінші есімізге өзіңіз түсесіз. Біздегі ақиқаттың жаңағы проректор Мерген Қуанышұлының сізге беріп жіберген сәлемдемесі Торус KZ сайтынан. Бұл QR код арқылы мына ішіндегі жаңағы Орал қаласының көрнекті жерлері, тарихи жерлері туралы толық ақпараттарды біле аласыз. Жасанды интеллект арқылы жасалған осы дүниені, және ана жерде қазір мажам береді. Сол үшін рахмет сізге келгеніңізге. Ақиқат ретінде, ақиқаттық жас буын ретінде, сіздің жас буыныңыз ретінде әрқашан үміттеріңізді ақтауға тырысамыз. Рахмет көп-көп. Сіздерге де осылай шақырып, құрметтеп, сыйлап бізді шақырып жатқаныңызға рахмет. Еще бірінші қонақ ретінде шақырғандарыңызға, маған сондай сенім артып, үміт артқандарыңызға рахмет. Шақырсаңыздар әрқашан көмектесуге, қолдауға келуге дайынбыз. Сіздерге және Мерген Қуанышұлына өзімнің алғысымды білдіремін. Осымен біздің бүгінгі подкастымыз өз мәресіне жетті. Бізбен бірге болғандарыңыз үшін үлкен алғысымызды білдіреміз. Келесі қонақтың кім болғанын қалайтыныңыз туралы, жалпы бүгінгі подкаст туралы негізгі пікірлеріңізді астына қалдырып кетсеңіздер болады. Сіздермен бірге болған Ақиқат жастар қоғамдық бірлестігі, пікірталас орталығы. Сіздермен бірге әрқашан ақиқат.